Мына Қытайға келіп бизнес істеп жатқан осы Қазақстанның азаматтарына енді барлығына топырақ шашып жатқан жоқпын, барлығын біреумен айда беруге келмейді. Содан ішінде шынараларына айтатын сөзім, сендердің киімдерің бұл жетіспей жүрсе мен берейін, бола ма? Ұят емес пана қылықтарың, ашық-шашық киінесіңдер. Не үлкендерінде үлкен қасиет жоқ, кішілерінде не кішіл қасиет жоқ. Мынандай кисең иә болды, ашық болмаса болды ғой. Кеуделеріңді ашық тастайсыңдар. Кеуделерің деген ашық жатады ғой. Ана кеудеңнің ішінен басқа жерінің бәрі көрініп жатыр. Ашық тастайсыңдар. Ал енді чорти киесіңдер, қысқа қылып, ағуларың екі арасын жырмыштарыңа кіргізіп отырып киіп аласыңдар. Ұят емес пе? Мен қазақтар деген кезде бәрі қазақты айтып жатқан жоқпын. Сондай киім киетін адамдарды айтып жатырмын. Оларың ұят болады. Ата-аналарың бермеген тәрбиені мен берейін сендерге. Аналарың ұят болады. Біздің Қытайда ондай киімді бұзықтар, жалаптар ғана киеді. Ондай киім кимеңдер. Қытайға келіп бизнес істейсің ба? Ашық-шашық киім киме. Ашық-шашық кимесең еркек қайырғалы келдің ба? Жоқ алды мен жерге бизнес бастап, бизнесіңді істегелі келдің ба? Сол үшін ондай жұмыс қылма. Қытайлардың өзі жағасын түседі ғой. Деп, бісміллә деп. Қытайдың өзі үстіп айтқан кезде ертең мына бет қайда қалады? Ән жерде барады ғой, енді біз кейбір қазақстандық кісілерге енді өзіміздің қазақ екенімізді дәлелдейді деп қазақша үстіп, таза қазақша сөйлеп атсақ, бізге орысша сөйледі ғой. Анау мынау деп. Оған бір жақтың адамдары таңғалады ғой. Біз қазақстандықтарды қазақша сөйледі ау, өзіміздің туған жеріміздің адамы ау деп атсақ, бұлар орысша сөйледі ғой дейді. Қазақша сөйлеген үйреніп бедіңіздер? Қазақша сөйлеп үйреніңіздер. Қазақсың ба? Өз тіліңді құрметте деп айтады ғой. Мен қытайша оқығам, бірақ таза қазақша сөйлеймін. Үйімде болсын, өмірде болсын, маңайымдағы араласқандардың барлығы мен қазақша сөйлеймін. Қалайғы мен бастығым Қытай. Қытайдың өзіне қазақша үйретем. Қазақтар келгенде ассалаумағалейкум деп сәлем берген үйрендім. Бірдеңке берсе рахмет айт деп сөйтіп үйретем. Қазақстанның қазақтары қазақша сөйлемейді, орысша сөйлейді деп сөйтеді. Сендер өзі қазақша сөйлей алмайсыңдар маған жоғалды. Әтейге бізге өзінше болып орысша сөйлейсіңдер ма? Білмеймін. Келгендердің бәрі бізге өзінше болып патата деп орысша сөйлейді. Біз орысша түсінбейміз. Біз алдыңызда қытайша сөйлеп отырсақ, біз не деп айтасыз? Мыналар Қытай болып кеткен, мыналар сөйткен, мыналар бүйткен, бұлар Қытай деп. Сөйтесіңдер, шеттен келген, сырттан келген деп. Бірақ біз ата дәстүрін сақтап келе жатырмыз. Кезінгі үлкендеріміз қайсы бір ашық-шашық киім киді, қайсы бір орысша сөйледі, барлығы қазақша сөйлеген. Қазақпыз ба? Қазақша сөйлейміз. Өзіңше болып орысша сөйлегендер мүлдем жақтыртпаймын мен. Айтарым сол сіздерге. Өзгертіңіз.